Сәлем достар, бұл идеология подкасты. Бүгін бізде ерекше шығарылым, әуенді шығарылым. Бұл подкастымыздың бүгінгі қонағы өзіміздің жерлесіміз Жетісулық Әділет Сабыржанұлы. Қош келдің. Ассалаумағалейкум. Енді бізде бұл подкаст өзіміздің жерлестерді, осындай қатарластарымыз, жастарды да шақыра отырып, өнерлерін көру, халыққа паш ету. Сол себептен де бір жақсы шығарылым болады деген үміттеміз. Онда Әділет, қош келдің. Рахмет. Қазір қайдасың, жалпы қай жердің нақты тумасың, біздің көрермендер қызық болсын, толығырақ айтып өтсең. Қазіргі таңда Алматы қаласында тұрам. Негізі туған жерім Жазиралы Жаркент қаласы. Сол Жаркентте туып өсіп, мектебімді сол жақта оқып. Бірақ 2006 жылдан бастап Алматы қаласында Күләш Байсейітов атындағы дарынды балаларға арналған музыкалық мектепте труба өрмелі аспабында оқып бітірдім. Одан кейін Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада цирк колледжінде сол труба мамандығында оқып бітірдім. Қазіргі таңда енді халық танып атқандай елбасымызға пародия жасап, әнші ағаларымызға пародия жасап, сол әнімізді айтып, жеке ән жазып, сондай өнердің айналасында жүріп жатыр. Жақсы, енді жалпы осы TikTokта әлеуметтік желіде пародия салып алдымен танымал бола бастадың ғой. Сол қайдан шықты, негізі пародия сала алады екенмін деген нәрсе? Соны түсіндіріп айта кетейін. Жаңағы пародия салу мен кішкентай кезімнен бастап үйдегі ағаларыма, әпкелеріме пародия салып жүрдім, достарыма, жүгірген қимылдарын, сөйлеген сөздерін бәрін сөйтіп салып жүріп. Содан кейін келе мен Еркін Нұржановтың фанаты болдым да, сол кісінің жаңағы әндеріне қатты ғашық болатынмын, сол кісінің дауысын салатынмын. Сол кішкентай кезімде бәрі айтатын, ой, сен пародист болмаса не қыласың ертең, сен ешкім тыңдамай қояды деп, сөйтіп қызығып бастап, сонымен жаңағы елбасымыздың дауысын салуды үйреніп алдым да. Бірақ ол кезде көп салмай жүрдім, достарымыздың арасында отырыстарда жаңағы қызық болсын, елдің бәрі таң қалатын, ойбай, сен қатты салады екенсің, мынаны түсіріп жаңағы таратайық, видео салайық. Мен айтатым еді, жоқ, ондай ұнамайды маған деп сөйтіп жүретінмін. Негізі менің арманым сол әншілік еді, ән жазып өзім жеке әнші боламын деп. Сонымен енді Алланың бұйрығы осы 2023 жылдың соңында Жәнібек деген досым бар, сол екеуміз Жәнібекті өзі жаңағы Инстаграмда блог жүргізеді, өзінің несі бар, каналдары бар. Сол айтты досым, сол атамыздың даусымен жаңа Ақ сәулем деген әнді айтып көрші. Сол жылы как раз Нұржан Төлендиеваға айтып атқан кавер шоуға. Одан жаңа миллионда қанат сол айтып атқан. Сома артынан тұрам да мен айтқан кезде 5 айдай ма 4 айдай ма тұрды TikTokта, Инстаграмда барлық жерде бір 500 мың, 600 мың адам көрді, бірақ қатты таралған жоқ. Содан кейін бір жігіт TikTok'ына салып, елбасымызды мақтап, бірдеңелер жазып салып жүріпті. Бір Бақыт деген жігіт. Сонымен мен Бақанасты бір тойда жүрген кезде маған TikTok'ыма келе береді, WhatsApp'ыма келе береді, жаңағы мынау сен ғой деп. Мен түсінбеймін, бұл қалай болып кетті. Сөйтсем жаңағы жігіт арқылы елдің бәрі түсіріп, жаңағы көлдің жағасында жүгіріп, атамызға пародия жасап. Сөйтіп менің дауысым кетіп қалды, бірақ өзімді халық танымай қалды. Соған айтарым, көп адамдар айтып жатыр, бұны атамыздың өзі айтқан, кезінде айтқан, жас кезінде деп айтады негізі. Соны құрметті көрермендер, соны айтарым. Бұл әнді 2023-тің қазан айында мен орындаған болатынмын. Атамыздың даусымен пародия жасап. Оригинал мен. Жалпы қандай тағы да өнерлеріңіз бар? Қандай аспаптарды ойнайсың? Мен домбырада кішкене ойнаймын. Негізі қызығатын, мен дәстүрлі әнші болғым келген. Ең басында дәстүрлі әнге қызығып, Ақсиса деген әннен бастайтын. Сол кезде домбыраны үйретіп, бірақ сол бір белгілі жағдайлармен Алматыға кетіп қалдым. Оқуым ауысып кетті, содан кейін барып домбыра қалды да, одан кейін жаңа өзімнің мамандығым труба. Оны ойнамағалы бір 10 жыл болды. Ұнамай қалды, енді біздің қазақтар ондай түсінбейді ғой. Ол оркестрде ойнайды ғой бірге? Ол оркестрде жазбай, мен негізі жазбай музыкантпын. Жазбай нені бітірдім, бірақ оны біздің қазақтар түсінбейді. Сонымен тойға кетіп қалдық, тойда сол ән айтып жүрдік, еттік, беттік. Сонымен одан кейін мына көшеде жүріп
ағаларымызға қарап бұрын отырыстарда гитара кім ойнаса отырыстың сәні болады, сол жігіт соған қызықтық та сонымен қыздар қызығатын еді. иә, сол қыздар үшін гитара үйрендік деп сол гитараны үйреніп, одан кейін жаңағы трубаның қасында бізге қосымша не пианино ойнататын, пианиноны ойнай аламын. Сол гитара бар, енді одан кейін қазір арманым болып жүр гармошка, баян үйренсем ба деп. Жігітке жеті өнерді аз дейді ғой, сол баянды үйреніп алсам, сонымен тұяқ деген бәрін ойнай бергім келеді. Ал әншілік бойынша ше, жаңа дәстүрлі әнші болғым келеді деген арман қалды ма? Арманым әлі бар. Мен сол жаңағы достарым бар, дәстүрлі әнді оқыған, жаңағы Ильяс деген досым бар. Жаңағы гитарамен орындай беремін ғой мен жаңағы дәстүрлі әндерді. Бәрі қарайды, айтады, мә сен дәстүрлі әнге барсаң шіркін-ай, күшті дәстүрлі ән шығатын еді сенен деп ше. Сонымен мен айтамын, енді уже кеш шығар, қол жүрмейді, домбыраны не тамаймын. 2014-те мен Елебекке барған кезде Талғат Әбуғазы деген дәстүрлі әнші ағамыз бар. Сол Талғат ағаға кірдім. Талғат ағаға кіріп білгенімді ойнап жаңағы домбырамен әнімді айтып беріп едім. Отырды да толмайды деді. Сонымен қайдан трубаға түсіп кеттім. Неге сол дәстүрлі әнге барғым келген. Ал енді былай вокал ешқандай қосымша ештеңеге қатыспадым. Бірақ қазір жалпы әншілік саласындасың ғой. Иә, әншілік саласында Аллах тағаланың өзінің берген бір дарыны болады. Әр адамға біреу мысалы бокстан мықты болуы мүмкін, біреу қатты жүгіреді, біреу жақсы сөйлейді, біреу математикаға. Сол сияқты маған енді Алланың бергені осы пародия жанрын берді. Одан кейін енді әншілік бір адамдай ән орындай аламыз. Қазір неше ән бар жеке репертуарда? Қазір жеке репертуарымда 8-10 шақты әнім бар. Жазылып жатыр. Жазып жатырмын енді, Алла қаласа. Жас әнші ретінде көзқарасың қалай? Көбінесе осы әншілік жолға келген кезде қазір бір әншілерді байқаймыз, той үшін немесе бір қаражат, ақша табу үшін келеді. Осы тұрғыда жалпы әншілікті бір қаражат көзі ретінде ме, жеке немесе өзінің бір дамуын, жеке махаббат ретінде қарайсың ба? Дұрыс айтасыз, бұл жерде Саят Медеуов ағам айтқан, ескі ән айт, болмаса есті ән айт дейді. Қазір есті де ән айтпайды қазіргі. Енді өзім құрдастарым, замандастарым артынан келе жатқан әншілеріме айтарым, қызығып ақша үшін жаңағы жеңіл желпі ән жазып бір билетіп кетсем, менің енді көзқарасым мүмкін олардікі де дұрыс шығар, бірақ менің өзім енді пікірім, ойым, жеңіл желпі ән жазып, еңбектенбей, кім болса соның әнін айта сап, ой мынау хит болады екен, мынаны айтып мен орындап жағдайым жасап аламын, болмаса тез атақты болып кетем деген енді менің ойымша өте бір дұрыс емес түсінік деп ойлаймын. Ол енді біреудің еңбегін, например, бір кісі үй салса, соның үйіне барып рұқсатсыз тұрып алмайсыз ғой, или тартып алмайсыз. Еңбектеніп салу керек та ол нәрсені. Ән де солай. Нұрлан Еспанов ағаның подкасттарын, сұхбаттарын көп тыңдаймын, ол кісі де күйініп кетеді, жаңағы композитор ғой. Келсеңдерші дейді, әншілерге келсеңдерші, бізден ән алсаңдаршы, біз жазамыз ғой дейді. Ұрлай бермей, жан жақтан айта бермей. Сол сияқты еңбектену керек, еңбек мейлі 20 жыл, 30 жыл, 15 жыл, 10 жыл қиналасың, жарайды. Бірақ адал еңбегімен Аллах тағала өзі әрекет етсең, соған берекесін береді. Ол бір күн болмаса бір күн жаңа жемісін жегізіп, тарихта қалатындай әнші болу керек деп ойлаймын мен. Мән мағынасы бар, адамға бір ой салатын, адамды тәрбиелейтін. Бұл өнерде бір тәрбиенің құралы ғой, қарап тұрсаңыз. Жаңа кино саласы болсын, өнер саласы, театр болсын. Мысалы, Алдар Аспан Жанжарды көрсеңіз, ол жақта біреудің әзілін ұрлап ойнамайды ғой кісілерде. Ол кісілер жазады, еңбектенеді, күлдіріп отырып жылатады, мысалы қарап тұрсаңыз. Сол ән де солай. Біреуге еңбектенесінде жақсы көңіл күй сыйлап отырып, артынан бір ойландыратын, адам толғандыратын, жан тебірентетін бір адамға әкенің махаббаты жетпей тұруы мүмкін. Сіз сол ән арқылы әкенің махаббатын беруіңіз мүмкін де ол адамға. Бір адам, мен мысалы ер жігіт жасыма деген ән жазып отырмын. Ер жігіт жасыма, істі үсті деп басыма деп, жаңағы мен өзімнің басымнан өткен жағдайларды жазам да. Дәурен Сейітжанов ағам айтқан, әр әнші өзінің басынан өткен
оқиғаны жазса ол халыққа тез жетеді, жүрекке тез қонады деп. Сол айтқандай әр әнші өзінің басынан өткен жағдайды жазу керек деп ойлаймын. Сондай. Енді бұл бағытта айтып отырған сөздердің орынды. Енді менің көзқарасымда жалпы халықта келіседі деп ойлаймын. Өзімнің бір кісідей келбетім бар, әлеуметтік желіде жеке бір тұлғасын, әндерім бар жеке. Содан кейін тек тойда ғана емес, басқа жерлерге де телеарналар шақырып, бір бағдарламаларға барып жүрген жалпы бір өзімнің орным бар. Сол себептен де қатарластарға, жас әншілерге бұл бағытта айтқан дұрыс. Себебі енді біраз әншілер кезінде қазіргі хит болып жүргендер Қырғызстаннан, шетелден, жалпы өзбектерден әндер әкеп айтты ғой. Енді соның бір уақыты тоқтап, өзіміздің жалпы қазақтың жаңағы ән жазатындары, аранжировка жасайтындары солармен дамиды деген ойдам. Енді кімдерді атау үшін бізде шетелден әкемей, осы өзімізде әннің текстін жазып беретін, және де соны жақсылап әрлеп беретін кімдер бар? Қазір жастардан айтатын болсам, мен үлкен буынды айтпай ақ қояйын, ол кісілер енді. Қазір жастардан Қайнар Алагөз, қаншама, Ершат Қайболдин, Бағдәулет Арыстан менің ағам. Көп. Бір Саят деген жігіт бар ғой деймін, осы Торғайлық ақын ба? Торғайлық ақын, Саят ағалар бар енді ол кісілердің. Айтып отырмын ғой, еңбектеніп, егер композитор іздесеңіз, композитор бар, Ғайысхан ағаға неге бармасқа? Шекербековке, мысалы, Нұрлан Еспановқа, Ринат Кайзин бар, Қайрат Байкент бар, Бауыржан Есебаев бар. Көп қой. Мысалы, мен өзімнің ұстазым, ағам жаңағы сол кісінің әндерін орындаймын. Досым Қалмырза деген ағам бар. Қандай керемет, бұрынғы Шәмші Қалдаяқов сияқты кісі. Ержан Серікбаевтың көзін көрген Ержан Серікбаев ағамыз сондай болған ғой, ол кісі ешқандай әншіге ән сатпаған екен. Жаңа Дәурен Сейітжанов ағамыз оның шәкірті болады. Сол кісі айтатын, Ержан аға ешқашан ән сатпайтын. Ол кісі әнді айтатын әншіні тауып өзі сыйлайтын дейді. О қала деген ән бар ғой, соны Ержан аға сыйлапты Дәуренге. Сенің әнің бұл. Сол Ержан ағамыз өмірден өткенде Мейрамбек Бесбаев аға айтады дейді, жаңағы әншілерге, жігіттер енді тегін ән жоқ деп ше. Сол сияқты жаңағы досым Қалмырза деген ағам бар, мен де сол кісінің әндерін орындап жүрмін. Біраз хиттар жазған, бірақ өзі қарапайым, өзі талантты адам сондай болады екен. Талантты адам кішкене жалқаулау болады, көп көрінгісі келе бермейді. Көп мақтанбайды, өзі қарапайым, ұяң болады дейма, қазақша қалай айтады. Еңбек істейді, жазады, өзінің ішіндегісін шығарады, ол халыққа ұнайды да, бірақ өзі ұмтылмайды атаққа, ешқандай нәрсеге. Сол енді Алла бұйырса осы 2026-та сол досым ағамның концертін ұйымдастырсам ба деп сондай ойым болып тұр. Алла бұйырса. Енді қателеспесем қазір эстрада әншілеріне тек жанды дауыста ән айту бойынша заң қабылданды ма, шешім қабылданды ма осындай. Сосын жалпы фонограммен өлең айтатындар сол бойынша көзқарасың қандай? Жаңа өз сөзінде айтып кеттің ғой немесе. Мен осы әншілікті жалпы жанды дауыста айтқанды ұнатамын деп. Иә, ол дұрыс шешім. Ол өйткені біз кейін қақпалдық, ол заңды Қытайда жалпы енді әлемде оны бұрын қабылдап тастаған. Біздің ел енді қабылдап отыр ғой. Ол кімнің әншінің деңгейін анықтайтын, халыққа кімнің қалай ән айтатын, орындау деңгейінің қалай екенін айқындап, айшықтап беретін, көзін ашып беретін бір заң болайын деп тұр. Алла нәсіп етсе. Енді бұл жерде, бірақ менің ойым, енді бекер адам әнші болмайды, бірақ дегенмен де қазір мына заманның дамығанына байланысты техниканың көмегімен ән айтып жүрген жігіттер бар. Енді оны атын атап мына жерде өтпей қойық. Өзіміздің достарымыздың ішінде де бар. Бұлай орындай алмайды да, бұлай енді жаңа записьте айтқан кезде таңғаласыз. Енді жан дауыспен нағыз таланттар шығады ғой. Иә, жан дауыс деген табиғи, адам өз өмірде де қалай айтса, жаңа жерде солай. Бірақ фонограмма деген енді фонограмма дегенде де өзінің дауысы ғой ол. Бірақ әрлейді да оны, әрлеп, неше түрлі жаңағы жасап, істей алмайтын нәрсені істеткізіп. Ал енді оны алып тастау деген аранжировка ойнап тұрады минус. Әнші соның үстіне живой айтып тұрады, таза дауыспен. Өзінің даусымен болды. Мен тойдағы кейде әндерді көріп күлкім келеді.
Енді әр адамның өзінің шешімі, бірақ ана отбасылар немесе ұлы әкесіне, қызы там ағасына немесе бір тойда ән арнап айтып жатады ғой. Соны ана кейде бэкстейдждер дей ма, ана қалай ән жазып отқандар шығады ғой. Дауысы бір бөлек, бірақ ана компьютермен жазған кезде кәдімгідей эстрада жұлдызы қылып жазып береді ғой ән. Иә. Сол қызы жаңағы айтып отқан заманның дамығаны компьютердің көмегімен. Қазір неше түрлі аппараттар бар. Көшеден бір кісіні ұстап аласың да студияға апарып мынаны айт десең, ана кісі құр айтып берсе болды, ары қарай уже. Уәлибек аға айтып кетті ғой 2004 жылы. Әнші ән жаздырады дейді әкеме деп. Бірақ анама деген ән кетіп жатады да ана жерде. Енді қазір Алматы қаласында тұрамын дедің, иә? Иә, кәсіп қандай, немен айналысасың? Кәсібіміз сол мынау алда берген өнерді дәріптеп, осы өнеріммен, адал еңбегіммен нанымды тауып, осы тапқанымды осы өнеріме салып, өзімді дамытып, сол әндерімді жазып. Енді сол өнер арқылы ғой тойға барамыз, оны жасыратын ештеңе жоқ. Бірақ тойда мен енді ешқашан бір фонограмма айтып көрмеппін. Оны танитын адамдар, жақын адамдар бәрі біледі. Тек қана жан дауысты айтамын мен. Жанымды беріп. Өйткені мысалы миллиондап адамдар тойға барып жатады ғой әншілер. Мен ойлаймын енді ол дұрыс емес деп, енді өйткені әр нәрсені сұрау болады, ол ертең сұраласың. Адалдан болған дұрыс деп ойлаймын. Қолынан келе ма, жан дауыстайды, қолынан келмей ма, жалпы. Бізде сондай ғой, мысалы, қалай айтсам болады, өнерге қатысы жоқ адамдар өнерге ие болады да. Пысық болады да, өнерге ие болады да, сол халықты алдап, жылдырап киініп болады. Енді бұны көре алмай жатыр деп ойламаңыздар, бірақ шынымен сондай. Ананы қарасаңыз сіз ойбай мықты бір Майкл Джексон деп ойлап қаласыз. Жоқ, қазір әншілер киноға келіп жатқандар бар, немесе әншіні оқымаған бір сырттан келгендер өлең жазып жаңағындай әнші болып жатқандар бар ғой. Жоқ, бар, сон менің ойым сол ғой, жаңағы актер адам актер болу керек, әнші адам әнші болу керек. Мысалы мен ойламаймын, футболист адам бір боксқа барып бокста жүргенде ешқашан көрмейсің ғой, мысалы. Или күрестің адамы мысалы суға жүзсе қалай болады. Сол сияқты мына өнерді әбден енді қазір жастар енді жастар жылы деп жастарды қолдаймыз деген сайын жастар кішкене артық кетіп бара жатыр. Сол шама келсе кішкене енді мынау қазақ деген өзі біз енді текті халықпыз ғой. Әніміз, өнеріміз бар, кезінде ата бабаларымыз салып кеткен сал серілердің жолдары бар. Әншіні қалай құрметтеген, сал серіні жалпы бұрын қатты құрметтеген ғой. Сал сері келді деген кезде 40 метрден күтіп алатын болған. Атын мінгізіп шапанын жауып иығына. Ол сол құрметке қарай сал серіде өнерін көрсететін болған. Сал серінің дауысы 400-500 метр ар жақта қырда қой бағып жүрген қойшыларға естілетін болған кезіндегі мысалы қарап отырсаңыз. Қазір ондай сал сері деп кім білмеймін, сал сері деп қазір айтатын адам енді Рамазан Стамғазиев шығар, Бекболат Тілеуқұлдар шығар. Енді біздің эстрадада қазір мен сал сері деп алып баратқан ешкімді айта алмаймын. Ондай енді ата жолын ұстанған ешкім жоқ қазір. Бәрінің ойы сол плагиат жазсам, қалай хит болсам, қалай тез байып кетсем, қалай атақты болсам. Мен айтамын, жаңа Қайнар Алагөзов айтады ғой, атақты мәңгі десең қателескенің, ақшамен аталаспедың. Ешкім мәңгі емес қой. Сол мәңгі емес өмірде бір мәнді, сәнді бір адамның ертең өмірден өткеннен кейін Мұқағалилерді мысалы қалай құрметтеп жатыр, тірі кезінде құрметтемеді ғой. Сол сияқты құрметке тірі кезде лайық болу керек та. Бірақ енді айтады ғой, енді тіріде адамның сөзден аман жоқ, өлгенде жаман жоқ дейді ғой. Сондай қолмал заман болып жатыр ғой енді елге қазір. Бірақ кішкене өнеріміз құлдырап тұр енді. Қазіргі ауа райы деген ән шықты ғой. Орындаушының атын ұмытып қалдым. Баян Сұлу. Иә, Баян Сұлу. Сол қыздың бір айтқаны бар, бір подкастта ма, интервьюда. Мен де осылай қанша ән жаздым. Жаңағы операны ма тастап осындай әншілікке кеттім. Бірақ та осындай бірнеше жыл ән жазып шығарып жүрдім, бірақ та өтпей жүрді дейді, танымал болмай жүрдім. Сонымен продюсерлер келіп, солар әнді әрлеп, және маркетинг жүргізіп, осылайынан хит болып жатыр дейді. Сол сияқты өзінде әндер шығып жатыр, әлеуметтік желі арқылы танымал болып жатсын, бір продюсерлер сен ары қарай
дамытайық, жетелейік деген ешкім болмады ма? Шықпады ма? Ондай кісілер көп болды ғой, дамытайық, бүйтейік, жасаймыз. Бірақ мен өзімнің бір нем бар, қалыптасқан жаңағы. Әуелі Алла, одан кейін өзім жетем дегенше. Өз еңбегім. Өз еңбегіммен. Өйткені ешкімге тәуелді болғым келмейді, мен өзім еркіндік жақсы көретін баламын. Мен өзім ешкім тыңдамай, өзіме қалай ұнайды, солай жүрген жақсы көремін жалпы. Онда енді көріп отырмыз, гитараңызды алып келіпсіз. Сіздің жеке әндеріңізден тыңдасақ. Бүгін және басында подкастын айттым ғой, ерекше подкаст болмақшы. Бүгін әуенді жалпы ашылып ән айтайық. Пародия солайық. Көңілді подкаст болсын елге. Жақсы. Енді басында өзін айтып отырсан, әннің атауын, сөзін кім жазған, жалпы тарихы болса, басқаша. Ең бірінші жазған әнім 2021 жылы жаздым ғой. Жаңағы досым Қалмырза ағамның әні сөзімен. Періштемін демеймін деген. Өзіме қатты ұнады. Сол әнді орындап берейін. Бұл өмірде ешкім періште емес қой, періште көкте ғана. Бәріміз пендеміз. Сол әнді орындап берейін, рұқсат болса. Періштемін демеймін, пенделігім бар. Ерекшемін демеймін, жететмінім бар. Төзімсізбін демеймін, жаңылуым бар. Сезімсізбін демеймін, сағынуым бар. Өмірде бір досым бар болса, сол бауыр егерде сол досым алдаса, міне сол ауыр табысы жақсы қаланың ашуы қатты, айыру қиынның өрім қара мен ақты, төз алмай өмір адуын ағыстарына бет-беделерін талайлар өзгертіп жатты. Қайбірін айта берейін, қыр-сырын жайдың, сұр жылан көрген шымшықтай құр шырылдаймын. Әкетті өмір тәуекел шырайын алдырып, анамның жіпті иірген оршығындаймын. Өмірде бір досым бар болса, сол бауыр егерде сол досым алдаса, мен сол ауыр періштемін демеймін. Керемет деген. Сөзі, мағынасы бәрі өте әдемі. Мен әннің сөзіне қараймын, сөз. Көп қой адамдар өмірде қателесіп, Алла тағала да айтады ғой, егер пендем қателесіп артынан кешірім сұраса, мен кешіремін деген сияқты жаңағы. Өмірде де сол адамдар көп қателесіп жатады, біреулер құмар ойын ойнап қояды, біреу көп қой енді. Сол айтқандай өмірде ешкім періште емес, бәріміз пендеміз, бәріміздің бір кінәміз бар, қателігіміз бар. Сондай мақсатта осы адамды бір тебірентетін ән жазсам деген ойым ғой. Дұрыс, ән жүрекке жету керек қой, ең бастысы. Келесі тағы да енді өзім бойдақ болғаннан кейін бір жеңіл ән көрейін дедім да. Жалғыздықтан шаршадым деген бір ән жаздым. Әлішер Шөмекей деген досымның әні мен сөзі. Жалғыздық тек қана Құдайға жарасқан. Сондықтан 25-тен асқан ол жігіттер халық жауы деп айтып еді ғой, Бауыржан Момышұлы атамыз. Сол айтқанда енді халық жауы болмай тезірек үйленіп, Қазақстанның демографиясын көтеріп, қазақтың санын көбейте берейік деген ниетпен жалғыздықтан шаршадым деген әнді орындап берейін, қабылдаңыздар. Санада кім, жүректе кім, ойда кім, ғашық қылар әдетімді қоймадым. Бір сұлуды ұстап алып оп-оңай
бақытты боп кетемін деп ойладым ай, арулардың көрдім көзбен қаншауын, бірақ таппай өзімдікін аңсадым. Жолықтыршы сыңарымды оқыдай, шыны керек жалғыздықтан шаршадым. Жүрегімді қайдан енді табам мен, түнде батып шомыламын ойға мен. Осындайда жұбататын ешкім жоқ, жалғыздықта сырласамын айнамен ай, арулардың көрдім көзбен қаншауын, бірақ таппай өзімдігін аңсадым. Жолықтыршы сыңарымды оқыдай, шыны керек жалғыздықтан шаршадым. Жолықтыршы сыңарымды оқыдай, шыны керек бойдақтықтан шаршадым. Бойдақтарға жіберетін ән ғой. Иә, бойдақтарға жіберетін. Үйлен, үй болайық деген мақсат қой енді. Дұрыс. Келесі? Келесі Жұлдызым деген әнім бар. Бұл ән жаңағы досым Қалмырза деген ағам 27 наурыз күні өмірге келеді. 27 наурыз күні Мұқағали Мағатаев өмірден өтеді. 76 жыл ғой. Бұл кісі өмірге келеді, Мұқағали өмірден өтеді. Сол кезде шабыттанып отырып, сол Мұқағалиге, бір жағы Мұқағалиге арнау енді. Жұлдызым деген ән. Мұқағалиді жұлдыз көріп тұр ана кісі. Сол әнді мен қоржыныма қосып алдым. Сол әнді орындап берейін. Пешенеме жазылып, несібеме бұйырып, март айында көктемде әлемге мен келгенде, сол күні сен жандың ба жұлдызым, мәңгі серік болдың ба жұлдызым, аспаннан ұзақ қарап жұлдызым, тұрдың ба мені аяп, қуансам шаттансам жандың ба жарып, қайғырсам жыласам жүзіңді жауып, тұрсың ба көкте жұлдызым, аяғың көте жұлдызым, әлдилейді жастық шақ, сұлу қыз бен әсем бар, таңға дейін шаршамай, кезіп жүрем аралай, ақылға емес бұл әлем жұлдызым, алтынға басын иген жұлдызым, соны көріп періште жұлдызым, жүрген дейді теріске, алтын көріп алдансам кінәлап мені, әр сұлуға бір барсам кінәлап мені, тұрсың ба көкте жұлдызым, аяғың көте жұлдызым, бір адам өлсе бір жұлдыз көкте сөнеді, бір кезде біреу осылай маған демеді, есімде әлі біреудің бұлай дегені, бір адам туса бір жұлдыз бірге келеді, қуансам шаттансам жандым ба жарық, қайғырсам жыласам жүзіңді жауып, тұрсың ба көкте жұлдызым, аяғың көте жұлдызым. Керемет, рахмет. Енді Әділет өнерін өрге жүзсін. Шынымен де жеке әндерін халықтың жүрегіне жетіп, көбейе берсін. Еліміздің, эстраданың, халықтың азаматы, жұлдызы болып жүре бер. Өзінде жұлдыз болуына тілектеспін. Енді пародия әндерге көшейік. Жалпы мен қарап шықтым әлеуметтік желіден. Біраз ағаларымыздың дауысын салады екенсің. Енді барынша қандай әндер бар, кімнен дауысы келеді? Сол Еркін Нұржановтан бастайын. Еркін Нұржанов өзі бір жүрегі таза, өнерге деген махаббаты ерекше.
қазақилығы бойынан арылмаған біздің қарапайым өз байқасаңыздар Еркін Нұржановтың артында бір шу болған, хайп болған осы күнге дейін естімедік. Сол әндері де өте мағыналы. Сол кісіге еліктедім ғой енді, әлі еліктеймін. Мынау эстрададағы әншілердің 80% Еркін Нұржановқа еліктейді десем мен қателеспеймін. 2000 жылдары бір әні хит болып еді ғой, ең алдында басында шыққан. Иә, сол Еркін ағамның репертуарынан бір ән айтып берейін. Өзіме қатты ұнайтын жаңағы Ержан Серікбаевтың Лебізің деген әні бар. Соны енді Ержан ағаның орындауы енді оригиналы ғой енді, ол кісі бөлек. Бірақ енді Еркін Нұржановтан кейін мен ешкімнің орындауын қабылдай алмадым. Сол Лебізіңді айтып берейін онда. Сол Еркіннің дауысы деп қабылдаңыздар енді. Барынша шамам келгенше ұқсатайын. Сенсіз өмірді мүлде ойлай да алмаймын, жүрегімнің әні сен едің. Сенсіз жаным жабырқап қалған жандаймын, тыным бермей қойды неге мұң. Жапырақтар түсіп жатыр жауып жер бетін, үмітіңдей кейде үзілген. Көз алдымнан кетпей қойды сенің келбетің, бақытымды көрдім жүзіңнен. Сенсің күнім, сенсің таң нұрым, сенсің бағым, сенсің бар мұңым. Айда күнде өтті көңілсіз, сені аңсап асау тағдырым. Айлар асып жылдар өтті қағып қанатын, алыстадың неге арамын. Жұмбақ күш жоқ мен өзіңе тартып баратын, енді біздер арман ғанамыз. Аққу қаздар көл бетінде қалқып барады, сағыныштың салып өрнегін. Жұмбақ сезім мен өзіңе алып барады, лебізіңе жаным шөлдедім. Сенсің күнім, сенсің таң нұрым, сенсің бағым, сенсің бар мұңым. Ол айда күнде өтті көңілсіз, сені аңсап асау тағдырым. Арасында тұрып алғанды басшы берем. Осындай Еркін Нұржановтың әндері. Еркін Нұржанов ағамыз жақында үлкен концертін берді, қателеспесем. Нұрлан Еспановқа бір салып жіберейін. Аялаған назым, құлпырған гүлім, саялаған бағым, шуақты күннің, алаулаған жалын, жанымды керне, көңілім толқиды, таппайды тыным. Алаулаған жалын, жанымды керне, көңілім тынбейді, таппайды тыным. Сен, 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 сен құралаймысың, сен, 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 сен мені түсің. Сен, 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 сен кінәлаймысың, асыл күмісің, сүйгенім үшін кінәлаймысың. Нұрлан Еспанов ағамызға ешкім пародия салмаған шығар әлі. Ол кісінің сөйлегендеріне салады ғой, одан кейін енді кім? Сырым Исабаев. Ол кісіге көп ешкі пародия салмады. Сырым Исабаев деген қайтадан келіп жатыр ғой енді. Сол Сырым ағаң бұрын 2010 жылы шыққан әні ғой, сағынам деген. Сол әнді даусымен салып берейін. Көрмегенмін
сен деген күндерді санап, келер ме деп елеңдеп жолыма қарап, сарғаямын әрдайым сағына ойлап, өзіңсіз бір таба алмай жаным ақтағат, жолыңа қарап сағына ойлап, жүрегім жаралама 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 жалынам, сүйемін сені ғана сені ғана сені ғана сағынам, сағында жазылмаған адалап бақ махаббаттың бағынан, жаным-ау сағындайсың дабылдайсың бағымдайсың жаным-ау, кел жаныма қон қолыма, барын берем мен жолыңа. Сырмағамызды ұмытып қалыппыз. Сырым Исабаев. Одан кейін Мұқасан ағаға да бір салып едім. Мұқасан ағамызға салып берейін. Нұр Мұқасандағы. Енді Мұқасан ағадан алдын ала кешірім сұрақ қойып өткенде бір шұғыл жағдай болып отырған. Соңғы орында мен боғап жүрмейін Ғалымжанның алдында. Қос қарлығашты айтайын. Или нені айтайын да? Бақытыңды жырлайды айтайын. Жыламашы шырағым, күңіренген қобыздан бұрамашы құлағым, тебіреніп мына күн сейіледі тұмарым, жыламашы шырағым, шашыратып шуағым, мен білемін мына күн шұғыламен тынарым. Шаттықпен қуаныш, өкінішпен мұңқайғы, өмір бақи тұрмайды алма кезек зулайды. Жыла жаным жылай бер, мен де мәңгі тұрмаймын, сарыңды кім тыңдайтын, ертең келіп басқа жан бақытыңды жылайды. Керемет. Ескі әндердің барлығын тыңдап бір рахаттанып отырмыз. Соға Саят аға айтты ғой, ескі ән айтыңдар, болмаса есті ән айтыңдар деп. Мен ана Саят ағаның өзінің бенефисіне бардым, жақсы адамдарға. Сол өзіне салып бергем. Сол кезде айтты ғой, жақсы орындады, менен жақсы айтады. Күлкім кетті өзім. Сол Саят ағамның репертуарынан мен сені құлай сүйгенмін деген керемет әні бар, Ербол Спаналиев ағамыздың. Сол әнді Саят ағаның даусымен орындап берейін. Ол күндер арман бұл күндер, қауызын жарған гүл сезім, мазалап қазір жүр мүлде, айтпаған сонда бір сөзім, айтпаған сонда бір сөзім. Кездескен сәтті сый көрдім, қоштассам мұңлы күйгендім, жанғанмын солай күйгенмін, мен сені құлай сүйгенмін, мен сені құлай, мен сені құлай, мен сені құлай сүйгенмін, мен сені құлай, мен сені құлай, мен сені құлай сүйгенмін. Саяттың әндері өз сияқты ауыр десең. Өзі де жаңағы қарапайым кісі ғой, ол кісі де мінезі тұйық. Осындай әндерді жақсы көреді ол кісі. Әлеуметтік желіде хит болған әндердің бірі кездесумен қоштасу, Иә. Сол әнді бір айтсақ. Мен өзім жеке басым осы әнді караокеге барсам да айтсам да ыңғайлы ше. Оны мен былай жасадым ғой, жаңағы попурист дедім ғой. Елбасымызбен бастадым, артынан Еркін Нұржановты қостым, Медеу Арынбаевты қостым, Саят ағаның бәрін қостым, Туганды да қостым. Сөйтіп артынан жаңағы Трубаны естіп жібердім.
соны орындап Иә, берейін солай рұқсат болса. Сенсіз арман бекер ғой, көңіліңмен сырласу, өмір заңы екен ғой, кездесумен қоштасу. Қиналсаң да көнерсің басқа түскен тағдырға, жаным оған не дерсің, жеткізбесе арманға. Енді маған сен бір елессің, сен ұмыта алар емеспін. Жанарыңда қалды елесің, сен ұмыта алар емеспін. Аңсап сен де жүрсің бе, жанарыңды талдырып, атқан сайын әр күнге үміт отын жандырып. Мезгіл өтіп барады, кеттің менен хабарсыз, жүрек тулап жанады, көніп келем амалсыз. Енді маған сен бір елессің, сен ұмыта алар емеспін. Жанарыңда қалды елесің, сен ұмыта алар емеспін. Өз бір орындаған. Кімнің Нұржан Төлендиев ағамыздың тағы бір әнімен осы бір көрдім видео. Ана бақыты ма немесе сәби? Иә, анаңды сүйсең мен сүйсең. Иә, сол әнін бір естісек. Бір-екі білдігі, өнеге өрлігім, өзіңмен ғана ей белгілі. Кеудеңе сыйғандай даламның дархан кеңдігі, көңілі гүл көктем мейірімді жан еткен, түн ұйқын төрт бөліп бесік тербеткен. Анаңды сүйсең менше сүй, бәрінен бағалы ол өзі жоғары. Отыңның сөнбе ей алауы, кеудеңе сыйғандай даламның дархан ғажабы. Аналарымыз аман болсын. Көңілі гүл көктем мейірімді жан еткен, түн ұйқын төрт бөліп бесік тербеткен. Анаңды сүйсең менше сүй, анаңды сүйсең менше сүй. Бұл кісінің ән айтқанда дауысы басқаша да, сөйлегенде дауысы басқаша. Иә. Қазір дауысы жұбандап кеткен ғой. Қасиетті Алматы деп Бұрынғыдай дауыс жоқ. Осы әндері жақсы шықты негізі. Бір өзін жаңағы театрда көріністермен қатар шығарды. Тойда да айтылатын болды. Көп әншілерге айтатын осы Нұржан ағадан үлгі алу керек. Нұржан аға жылына бір ән шығарады да, хит шығарады бірақ. Кіммен? Еркін Нұржанов ағамызбен екеуі шығарған әнде хит қой қазір. Мағынасы қандай? Жыл сайын бір ән шығарып тұрып, былтыр өмір бір келеді деп шығарды. Ол ел аман бар. Сол айтқандай актер болса да, бірақ Дариға Дәуренді айтып жүрмен сен, или жоқ па? Дариға Дәуренді айтамын. Кімнің даусымен айтып жүрдің? Енді оны өзім даусыммен айтып жүрмін, бірақ көбінесе. Ол кімнің әні ғой негізі де Дариға Дәурен? Иә, Рамазан ағамыздың әні ғой. Енді Рамазан аға оны дәстүрмен айтқан ғой. Соны
Медеу Арынбаевты айтып қойдың осы дәуірге көреді. жоқ Рамазан ағамыз ғана орындады. Аққу қыз әуелейді қалықтаған, қайтейін қанатым жоқ қалып барам. Жүрегім құс болып ұшып өтті-ау бір кез, жұбатып жалғыз қалай алып қалам-оу дариға дәурен. Гагигай-гикай-гикай, гагигай-гикай, гагигай-гикай-гигиго, гагигай-гикай-гигиго, дариға шіркін дәурен. Қаз көшіп омырауын алтындаған, айдын көл мұңаяды салқындаған. Басынан түлегендей ғашықтардың, айналып алды қаздай аңқылдаған-оу дариға дәурен. Гагигай-гикай-гикай, гагигай-гикай, гагигай-гикай-гигиго, гагигай-гикай-гигигай, дариға шіркін дәурен. Гакай, гигигай, 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 гигиго, гагигай, гигигай, 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 гигиго, гагигай, 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 дариға шіркін дәурен. Қанша жыл өтсе де Иә, бұл ескірмейтін әдемі әндер. Тұрсынжан Жабай ағамыздың әні ғой. Медеу Арынбаев ағамыздан қандай репертуарлар бар? Медеу ағаға да қызық болды ана. Бағдарламада бірге болып қалдық. Сол кезде жаңағы енді ана видеолардың ішінде бар ғой Медеу ағаға салдым деген. Соны ана адамның өзінің алдында салған қиын екен дейді. Мысалы сіздің даусыңызды өзіңіздің алдыңызда бір айтып тұрсаң қиын екен да. Деп қарап отырдым маған. Сол бастадым ғой. Аралап талай жердің дәмін таттым, құс алып айдын көлде дабыл қақтың гәкку-гәгәгәгай. Айта алмай гәккуімді ешбір адам, маймаңдап қоңыр қаздайым дабырлаттың гәкку-гәгәгәгай. Гәкку-гай, гәкку-гәгәгәй, гәкку-гай, гәкку-гай, гәкку-гәгәгәй, гәкку-гәгәгәй, гәкку-гәкку-гай-гәгәй, гәкку-гай, гәкку-гәгәгәй, гәкку-гай, гәкку-гай. Өсіп айтып берген. Не дейді? Ана қобалжыған соншалықтан мен ана Турканның айтқан не бар ғой. Әулие боп талай жердің дәмін таттым, дем салып дұға оқып деп айтып берген ғой ана жерде мен.
сондай бір қызық жағдайлар болған. Одан кейін жаңағы Бекжан Тұрыс ағамыздың даусымен де айтуға болады. Ақтолғай деген ән айтып жүрмін. Бекжан ағаның даусына салып. Бұл енді Өмірқұл аға орындап жүр. Бірақ ең бірінші орындаушысы Бекжан Тұрыс аға. Сол өлеңді бір айтып берейін. Айғайламай тауысым ашылмайды ай-ой, жолай жұпар қалампыр шашылмайды Ақтолғай. Жолай жұпар қалампыр шашылғанмен ол күнде бұлай басымыз қосылмайды Ақтолғай. Барайын десем жер шалғай, бармайын десем ел қандай, әлдәрменім құриды-ау құрбыларды бір ойлай. Ақтолғай. Бекжан ағаның даусында зар бар ғой. Өзі айтып, менің даусым қазақтың зары бар. Осындай әндер. Сон видеоларды қарасам тек қазақтың әндері емес, орыстың әндері де бар, Қандай репертуарлары бар, қандай пародиялары бар? Орысшаны мен айтайын ба? Менің мамам орыс тілін сабақ береді. Үйде орысша сөйлеседі. Мен де өзім бірақ орысша сөйлесе алмаймын. Жаңа мектепте де ағылшынша орысша 0-ден төмен болды. Түсінбеген. Бірақ кейін мен студент болып жүрген кезде оқумен қосып жаңағы кабак дейді ғой кафеде, ресторандарда өлең айтып. Сол жерде үйретті ғой. Море-морені айтып жатыр ма? Бірақ ол гитараға келе ме? Море вернулось говором чае, песни прибоя подаришь прибой. Море, возьми меня дальний-дали, паруса малый вместе с собой. О, море, море, преданным скалам ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня дальний-дали, паруса малый вместе с собой. Мықты. Бұндай қызықта болады өлең айтқан кезде. Дикция шықпайды, сөйлеген кезде жеткізеді. Әрине, әртүрлі әндерді әртүрлі тональностьпен айту, әртүрлі адамдыкін айту әрине оңай емес қой. Тағы қандай мен көрмей қалған бір әндер бар шығар? Сіз көрмеген. Серікбол ағамызға бір салып едім енді, оның дауысы қиын енді. Қандай не бар кішкене, тембр бар ма? Ай, тамаша деп сөйлейді ол кісі. Осында керемет тамаша ән деп. Сол кісінің бауырлар деген бір ән айтып берейін. Өмір, өмір, өмір дейміз, екі кезек жоқ мұнда, асау толқын теңіздейміз. Жарық ешкімді соқтырма, қазанатқа тұғыр берсін, азаматқа ғұмыр берсін. Жүректе от жалын бар болайық бауырлар, өзге жұртқа сес болатын, ел мен жерге ес болатын. Нар болайық бауырлар, бар болайық бауырлар. Осындай. Ол ағамыздың да дауысы баршылық енді. Қиын ол кісінің дауысын сол. Бірақ өзіне де айтып берген, біз тыңдап отырды. Ұялма, айта бер деді. Енді жалпы подкастымыздың соңына да жақындап қалдық. Енді соңғы әндерді айтпас бұрын, жалпы халыққа, көрермендерге бір айтарым бар дегендер болса.
айтарым сол ел аман жұрт тыныш болып отбасыларыңызға береке. Өмірде ең бірінші адалдық қой. Ең бірінші өзіңе адал болсаң, жұмысыңа адал болсаң, істеп жатқан жұмысыңа адал болсаң, қалған бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Біреудің мінін іздеп, жамандығын іздеп, қазір мына туысқандар бір-бірін жамандайтын заман болып кетті ма өзі. Дүниесі бар, дүниесі жоқ. Соны айтарым енді. Туысқандарымызбен жақсы араласып, бәріміз бір-біріміздің қадірімізді біліп, кішкентай өмірде әйтеуір сыйласып, өз орындарымызды тауып жүрсек, одан басқа бақыт жоқ деп ойлаймын. Бақыт деген сол атаңның, апаңның, анаңның, әкеңнің амандығы, бауырларыңның, туысқандарыңның амандығы. Одан кейін осындай тәуелсіз елде, тәуелсіз жерде өзіңнің қаныңды білу, ата-бабаңның тегін білу, сол бәрі бақыт деп ойлаймын. Сол осы кішкентай өмірде баршаңызға бақыт тілеймін. Жастарыңыз ұзақ болсын, ауырмай, сырқамай, күліп ойнап, қазақтың тойы бітпесін, тойда шапқылап, шашылсаң тойда шашыл дейді. Сондықтан тойларыңыз көп болсын, үйдегі ұл қыздарыңызға Аллах тағала бастарына бармақтай бақ беріп үміттеріңізді ақтайтын, қазақтың туын көкке желбірететін, біздің батыр ағаларымыздың жолын беріп, қыздарымыз қырық үйден тиіп, қыздарымыз инабат дивалы, қазақтың ару аналарының ізін жалғайтын, біздің мына текті де тәрбиелі ұрпақ ақ білетін, сондай бір негізі қазақ деген текті халық қой. Қазақтың қаны өте текті, өте таза. Сондықтан енді барша отандастар, еліміз аман, жұртымыз тыныш. Баршаңызға Жетісудан, Жержанат Жетісудан, Талдықорған қаласынан Ілияс бауырымыз екеуміздің атымыздан жалынды сәлем. Аман болайық, өсіп өркендей берейік, қазақ өнері жасай берсін. Ел ағалар аман болсын, үйдегі ата-аналарымыз аман болсын. Осындай сіз сияқты елге қызмет етіп жүрген біз сияқты жастар аман болайық, бәріміз аман болайық. Сол жақсы күндерде кездесіп, қуаныштыға бөлене берейік. Бір басымыз екеу болсын деген. Алла берсін. Тойда жолығайық. Сол бар тілегім осы. Шақырғаныңызға көп-көп рахмет. Алла разы болсын. Онда әлеуметтік желінде ең танымал болған әндердің бірі шығар, енді пародияның бірі. Тұңғыш президентіміздің дауысымен Ақсәулем әні. Сәулем ақ буын боп көгімнің санға жегілін, күндей күлі бар айлым келер ме деп қараймын. Бақытты бұл өмірде арманым менің, бақытты бұл өмірде арманым менің. Керемет, рахмет үлкен. Құрметті көрермендер, бүгінгі подкастымызды көріп отырған барша жандар, осындай өзіміздің жастарымызды, талантты жастарымызды қолдап жүрейік. Әділет, саған үлкен рахмет. Бүгін келіп осындай өз өнерін көрсетіп жатқанына тек жақсылық тілейміз. Өзінде отбасын аман болсын, бір басын екеу болсын. Еліміздің үлкен, осы біздің Жетісудан шыққан осындай жастар, мықты жастар деп мақтанып жүретін ел азаматы, халықтың қалаулысы бола бер. Айтқаныңыз келсін. Енді құрметті көрермен, біздің подкастымызға тіркеліп, каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен, жалпы өздеріңіздің әлеуметтік желілеріңізде бөлісулерін сұраймыз. Сіздердің осындай қолдауларыңыз арқасында бізде жаңа шығарылымдар шыға беретін болады. Рахмет үлкен.